Ұлып қалдым ғой, ұлып қалдым. Қаңырап қалды қарашай, деп күрсінді аңшы ағамыз. Біз бағана аңшының ауылын бетке алып, аршалы сайды өрлегенде-ақ боранда ұлып тұрған еді. Сәл үнсіздіктен кейін ауыр күрсініп алған аңшымыз әңгімені арыдан бастады. Бала кезімде тұзақпен тышқан ауладым. Кейін өзімде өмірдің тұзағына түсерімді аңдамаппын. Аңшылыққа деген алғашқы қадам солай басталды. Жалаңаяқ, жар жағалап, бұлақ кешкен балалық шақ білінбей өте шықты. Ер жете келе, ер азығы мен бөр азығы жолда, деп жортылдап жон кездік. Айлап 6 айды араладық. Аңмен аңдасып, кеш батса таң күтіп, тағылықты тағдырға серік қылдық. Менмін деген әккі мергендерге еріп, елсіз түнде ерулеп, тауда қонып талай түндер өткіздік. Жазылмаған дала заңын жаттап өстік. Жаңылдырары жоқ, жаңылдым ғой, деп тағы бір күрсініп алды. Кие мен ие туралы иен түзде көп айтылатын. Аңшылардың әуелгі сөзі ысқырып атқан киіктің обалы жоқ деп басталатын. Мүмкіндікті мүлт жібермейтін мергендердің серті еді бұл. Жауымда болса жақсы, дұшпанымның деңгейі биік болсын дейтін қазақтың аң аулауда да әділдікке жол бергені бұл. Айғайдан кейін ғана адырнаны аңырата тартатын аңшының серті біріміз ұтыламыз, біріміз құтыламыз дегені. Мен ақыры ұтылдым. Ақыр соңғы аш көздігім аңшылықтың сертін бұзды. Өткен бір жылдардың бөрі сырғақ амалы болатын. Орта жонды орағыта келіп қарауыл тастың қалтқысына тізе бүктім. 6 айдың ақ түтек бораны ұлып тұрған еді. Бағзы замандағы бөрілігім ұстап, тамырымдағы тағылығым оянды ма, мен де ұйылай бастадым. Ау, ау. Ішкі дерті асқынды ма, аңшымыз ұлы болып алды. Ау, міне осылай деді. Құртқаның құрты қозып, арланның араны ашылған шақ қой бұл. Жан-жақтан ұлый бастады. Шындығы ұлый бастадық. Бөрі сырғақ биік атанған бұл биік, түз тағылар жолығатын 9 жолдың торабы еді. Бір шоғыры баян жүректен, бір шоғыры ақшоқыдан, бір тобы құлым ембестен құйылып 9 қасқыр бөрі сырғақ биігіне көтерілді. Аңқаулықтан ада болса да, адалдықты ту еткен түз тағылар махаббат маусымында мамық қардың бетінде мауқын басуға оралған еді. Алайда ақ түтек боран астында ажал күтіп тұрған аңдымады. Ойламаған жерден оңай олжаның оралғанын көргенде, менің де бөрілігім басып, кісілігім қылт ете қалды. Қарауыл тастың қалқасында қатыгездікпен қастандыққа кірістім. Табиғат ананың тұздағыларына арнап мамық қарына жайған махаббат көрпесін қызылғанға боядым. Пешенеме жазылған пенделігімнің пейілі тоқтыққа масайды. Содан кейінгі жылдарда да көп ұлыдым. Көк бөрілерді көп аттым. Тағылдым, тағаттым. Таусылмады. Мен таусылдым. 9 ұлым топалаң тигендей қырылды. Қабірлері сайдың бауырында 9 төмпешікке айналды. Бір жолы құртқасын тағы да ұлып атып, апандағы 3 бірдей бөлтіргін көзі ашылмаған көрсоқыр күйінде көрінгенге сатып едім. 3 перзентім көзсіз туып, көрсоқыр күйінде көр бесігіне бөленді. Тағдырдың қасіретінен қабырғасы қайысқан жұбайым жарым жанға айналды. Әуелде әуіп деп ит болып үре бастады. Менің иттігімнің кесірі шығар. Кейіннен тілі тартылды. Жалпақ әлемге жанарымен тіл қататын болды. Жұмыр жер оны да жұтты. Бөрінің тәңірісі болса, иттің иесі бар дейді. Тәңірі тілегін орындады. Ал менің иемде жоқ. Ұлып қалдым. Әңгіме аяқталған тұста аңшының жүзінен қасірет табын көрдім. Бір бөлмелі ағаш үйдің ортасында оты сөнген қара пеш қаңсып қалған. Төбенін тесіп шығып, тұмсығын көкке білеген пеш мұржасы да гуілдеп ұлып тұрды. Авторы Қызырбек Дүргінбайұлы. Оқыған Лаура Қосыбаева.